Мен Нұргүл Нүсіпқанқызы Алматы қаласының тұрғынымын. Жақында Қытай Халық Республикасынан қашып келген Қастер Мұсақан менен Мұрагер Әлімұлына бостандық беруін және оларға бостық мәртебесін беріп, еркіндікке жіберуін талап етемін. Бүтін әлем қазір біліп отыр, Қытайдағы аз санды ұлттарға жүргізіліп жатқан фашистік режимнің қаншалықты дәрежеде екендігін және көзімен көрген Сайрагүл Сауытбай қызының берген сұхбатында Қытайдағы аз санды ұлттарға жүргізіліп жатқан зұлымдықтың қаншалықты дәрежеде екендігін көріп біліп жатырмыз. Ол жерде лагерьде істейтін қыз жігіттерді алаңға алып шығып алып, солардың көзінше қазақтың қыздарын көз алдында зорлап жатқандығы және оларды қаншалықты дәрежеде қорлап жатқандығын және аз санды ұлттардың және қазақтардың ішкі ағзаларын, бүйректерін, ішкі мүшелерін барлығын саудаға салып жатқандығын естіп жатырмыз. Сол себепті біздің Қазақстан Республикасының президентінен, Сыртқы істер министрлігінен, Ішкі істер министрлігінен және бүтін жер бетіндегі мемлекеттердің президентінен, адамзат халқынан сұраймын, осы жауыздықты тоқтатуын талап етемін. Және Еуроодақтан, адам құқығын қорғау ұйымдарынан барлығынан осы зұлымдықты тоқтатуын талап етемін. Және осы екі азаматымызға арашы болуын бүтін әлемнен сұраймын.